Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Ыбырайым, Жақып, Ысқақтың ақ батасы болсын өмірінде. Сен баталанған адамсың, сен Құдайдың жарылқанған адамысың, және Құдайдың қалауымен осы өмірге келген адамсың. Құдай сені ерекше сүйеді. Ол киелі кітапта дәлелдеп қойған өзінің сүйіспеншілігін. Айқыш ағашта құрбан болып, ол айтады, мен саған барлығын істедім дейді. Құдай не істеді бізге? Ол айқыш ағашта біздің күнәларымыз, біздің қасіреттеріміз, біздің жоқшылықтарымыз, біздің көз жастарымыз үшін ол құрбан болды. Енді бізге қайта өлудің қажеті жоқ. Өйткені бізге Иса Масих өз өмірін қиды. Және ол қайта өмірге келіп, бізге айтты, енді маған үміттенген адамдар ешқашан өлмейді, олар мәңгілік өмірге ие болады дейді. Сондықтан да сен мәңгілік өмірдің адамысың. Сен мәңгілік жұмаққа баратын адамысың. Егерде сен Иса Масихтың, Құдайдың сөзін орындап жүрсең, өсиеттерін орындап жүрсең, Құдайдың ең үлкен өсиеті ол қандай? Құдай енді жан тәнімен, бүкіл ой санамен, бүкіл махаббатымен сүй дейді. Ол нені білдіреді? Бүткіл күшімен сүй дейді. Ол нені білдіреді? Ол сенің күндіз түні ойын Құдайда болу үшін, күндіз түні сенің жүрегің Құдайда болу үшін, аузынан тірі Құдайдың сөзі ағу үшін. Және екінші өсиеті, өзіңді қалай сүйсең, қасындағы адамдарыңды да солай сүй дейді. Ол нені білдіреді? Біз өзімізді өте жақсы көреміз. Өте кемде кем адамдар болар, өздерін жек көретін. Білесің бе, адам, егерде сен сондай адамдарды білсең, егерде сен өз-өзіңді бір жек көрсең, кемсітсең өзіңді, онда сен Құдайдың өсиетіне қарсысың. Құдай сені сондай керемет қылып, інжу маржандай қылып жаратты, өзіне ұқсас қылып. Сондықтан да сен ең бірінші өзіңді сүйе білуің керек. Егерде адам өзін сүйе алмаса, өзін құрметтей алмаса, ол айналасындағы адамдарға да сүйіспеншілік бере алмайды. Айналасындағы адамдарды да ол құрметтей алмайды. Сондықтан алдымен сен өзіңді сүйе біл, өзіне құрмет көрсете біл. Сосын айналаңдағы адамдарыңды да дәл солай сүй. Өйткені ол Исаның өсиеті. Біздің өзіміздің сүйіспеншілігіміз, махаббатымыз жетпеуі мүмкін, бірақ та Құдайда оның барлығы бар. Өзінде жетпеген адамда сүйіспеншілікті сен Құдайдан сұрай аласың. Өзінде кешірімшілік жетіспесе, сен Құдайдан кешірімділік сұрай аласың. Өйткені Құдай айтады, мен сұрағандарға берем дейді. Аумин. Сондықтан да ұялма. Біз адамбыз, біз пендеміз. Кей кезде біздің сүйіспеншілігіміз бауырларымызға жетпейді. Ренжесіп жатамыз. Қабағымызды шытып жатамыз. Кей кезде біздің кешіріміміз жетпей жатады. Кешірдік дегенмен, бірақ та түбімізде қалып қояды бір тамыр. Сондықтан да киелі кітапта Иса айтады, менен сұраңдар, мен сендерге беремін, мен сендерді толтырамын дейді. Кешірім мен сүйіспеншілікте үлкен рақымдылық пен жарылқау бар. Егерде сен қасындағы бауырыңды кешірсең, я болмаса тума-туысыңды кешірсең, оны сүйе білсең, Құдайдан келген үлкен жарылқау мен ақ бата бар. Ол қайтарылмас, құн жетпес баға. Сондықтан Құдай жарылқасын. Мен сенемін, қымбаттым. Сен осы құндылықтардың барлығы сенің қасиеттілігінде бар денеңде. Өйткені сенің денең ол Құдайдың денесі. Құдай мекендеген, Құдайдың періштесі мекендеген. Исаның атымен дұға етіп жарылқаймын сені, қымбатты бауырым. Аумин.